Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге Балбатыр. Бүгінгі видеода достар, замена файлға бен үйреткен читтерге анти-чит таптық достар. Осы анти-чит барлығына ұнайды деген ойдамын. Барлығы банға кіріп жылап жүр. Жанымда Ерке Кезет. Сәлем достар, сенімен бірге Ерке Кезет. Бүгінгі видеода не себепті Free Fire бан береді және де баннан құтылудың жолдарын айтып кететін боламыз. Біріншіден достар, официальный ВК-да замена файлға 100% бан беріледі деп жазды. Енді замена файлмен ешкімді алдай алмаймыз. Екіншіден достар, никнеймге де береді. Free Fire бот дейсің. Никнеймге береді. Ол бірақ сразу оған бермейді. Көп адам тастаса достар. Және де естеріңде болса, өткен сезон көп болғандығын осындай жағдайды қараңдар. Grandmaster. Солар бір читермен ойнаса, бір-ақ рет оған бан бермейді, түсіріп тастамайды. 2-3 рет ойнаса, егер Grandmasterден түсіріп тастайды, бірақ бан бермейді. Grandmasterден түсіріп тастайды, бронзаға дейін түсіріп тастайды. Grandmasterге жетсе, бронзаға дейін түсіріп тастайды. Сол жағына и бактарға береді достар. Көп бак істей бермеңдер. Бак, например, жернасына кіріп көру, анау бактарға да береді. Яғни ол не үшін береді? Бірақ олардың кінәсі ғой. Бірақ 2-3 рет қайталанса, саған бан береді. Сол жағына байландар. Бір күні аптечка іскенімізге бан бермесе болды әйтеуір. Сол-ақ қалды ғой енді. Қалай ойлайсыңдар да? Комментария жазып кетіңдер. И читер достарыңды патихара комментарияға жазып кетіңдер. Біз көппіз барызбыз ба? Көрейік ал. Читпен ойнаған дұрыс па, дұрыс емес па? Онда өз пікірлеріңді жазып кетіңдер. И екіншіден достар, рейтинг басталмайды. Читті қосқан кезде рейтинг басталмайтын сендер жақсы білесіңдер. Енді бір-екі лайфхактар бар, бірақ қалай бастауға болатынын оны келесі видеоларда салып кететін боламыз. Ешкім айтып қоймаңдар, жай ма? Патихара өзіміздің арамызда ғой. Өзімізді. Стрим. Ерке стрим деген каналда болады. Скоро 1000 подписчик аз қалдық. Скоро бастаймыз достар. Күніге сағат 3-те болатын болады. Және де Play Fast Cup турниріне қатысып кетіңдер. Енді 3-ші сынандай болады алдағы аптада. 10.000 алмазға 7.000 алмаз, 5.000 алмаз. 3.000 алмаз. Сосын қалғандарында 500 алмаз. Сондай қатысып кетіңдер, комментарияға оның да сілтемесін тастап кетем. Ол жерде отряд турнир, ал менің турнирімде соло турнир болады стримда. Автокликерге де бан береді. Автокликерге де береді достар. Енді комната фармить ете алмайсыңдар, комната табу қиын болады енді достар. Битва тәттеңді шығып кетсең не болады енді? Енді білмеймін, қалай Free Fire барлық жағынан қысып жатыр, бір жағда енді білмеймін. Хотя бы комнатаны арзан қылу керек сияқты менің ойымша. Қалай қарайсыңдар? Комнатаны 30 алмаз немесе 40 алмаз қылса жақсы болатын сияқты ғой. Рахат болды ғой, немесе рейтинговый жетон да, гильдияның. Зачем бізге рейтинговый жетон? Өздерің ойлаңдаршы, керек емес қой. Сол үшін 300-не біреу болса да әдем кететіне да. Скоро достар, соңында қаралды ғой, бірге бір кулакқа шақырсаң, соған да бан береді деген енді. Так что абайлаңдар. Білмеймін, Free Fire не ұнамай жатыр. Білмеймін енді. Зритель отпау керек. Жабылып жүріп, біреуді өлтірсең де бан, достар. Крисовать етіп топай дейнасаң да бан демесе болды бір күні, достар. Сол-ақ қалды ғой енді. Бір күні біреудің оружасын тартып алып, соны өлтірсең бан демесе болды әйтеуір бір күні. Біреуді минамен өлтірсең бан демесе болды әйтеуір. Деп қуып кетсең, достар. Анти-чит достар, ссылкасын описанияға қалдырып кетем. Читтен қалай құтылу жолдары, достар. Егер сендерге бірінші ең оңай способы, достар, сим-картаны ауыстыру. Ең бірінші сим-картада тұрса, екінші сим-картаға нөмірді қойып ауыстыру. Екіншісі бір программа бар, ол сенің IP адресіңді өзгертеді. Дальше сен читпен ойнай бересің, бірақ видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Енді біз читерміз. Читерлерге жол жоқ, тоқып айтқандай жол жоқ. Біз атак читерміз болды. Читер сила.